Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Егер біздің видеоларымыз сізге ұнап жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін видеоролигімізді соңына дейін тамашалап, баса кетуіңізді ұсынамыз. Ал онда біз бастадық. Қарлығаш өте сұлу келіншек. Ол ерлі-зайыптымен күйеуімен кабинеттерде тұрады. Олардың өз үйі жоқ. Сол себепті квартирада жалдамалы үйде тұратын. Карантин басталды. Оның күйеуі такси водитель. Такси карантин уақытында жүрмей қойғаннан кейін олар ақшалай жағдайдан біраз ғана қиналып қалды. Осылайша күйеуі 1 айлық пәтер пұлын төлемей кеткен. Сонан үйдің иесі әр апта сайын келіп, квартираның пұлын беріңдер деп оларға жалына отырып алатын. Ал Қарлығаш не айтарын білмей, бұл апта келіңізші өтінем деді. Арадан 1 апта уақыт өтті. Алайда Қарлығаш ешқандай квартираның пұлын таппаған. Осылайша олар өтінім қабылдайтын жерге барып өтінім қабылдап 40 000 теңгеге сұраныс жасаған еді. Алайда ол да 1 аптадан кейін түсетін болды. Ол қыз үйде отырғанда сұлу келіншек қызын емізіп отырған жайтында үйдің пәтердің иесі үйге тасыра түсір бастыра кірді. Не сәлем жоқ, не әлек жоқ. Квартираның пұлын қашан бересіңдер? Берсеңдер беріңдер, бермесеңдер полицейге беремін. Мен сендерге қарап отыратын жайтым жоқ, мен асығыспын, деді пәтер иесі. Ал қыз болса бар жайтын айтып, түсіндіріп жатқанын ол квартираның иесі мән-жайын қойып, тыңдап та жатқан жоқ. Әйел айқайлай бергеннен кейін келіншек заттарын жинап, қызының жүктерін жинай бастады. Көзіне жас алып, етегі толып жылап жатқан қыз, енді қайда барамыз, көшеде қалдық қой деп, бар уайымымен іш етін жеп отыр еді. Ол сәтте квартираның иесі мен полиция шақырамын деп, полиция қызметкерлеріне 02 арқылы хабарласып, пәтердің жайын айтып, қыз кетемін дегенше шақырып алып бар жайтты айтты. Офицер келді, және оның қасында жәрдемшісі бар. Ол 40-тар жасындағы еркек кісі еді. Сол кезде әйел үн қатты. Мен квартираның иесімін. Бұларды жалдамалы пәтерге қойдым. Ай беретін жалдамалы ақшаның әлі 1 ай өтіп кетті. 1 аптасын әлі төлеген де жоқ, деп өзінің пікірін айшықтан айқын қызға айқай салып айқайлады. Сол кезде полицейші үн қатты. Жай дыбыспенен әйелдің қасына барып, квартираның төлем ақшысы қанша? Деп сұрады. Сол кезде ол 40 000 деді. Полицейші қалтасынан 40 000 теңгені алды да әлгі квартираның иесінің қолына берді. Ал квартирант болса ұялғандықтан ба, не болмаса ақшасын алғаннан кейін ба, үндемей, я тұра беруге болады деді дағын квартирадан шыға жөнелді. Осылайша офицерлерде өз бөлімшелеріне кете барды. Арадан 1 апта өтті. Келіншекке тапсырмас берген 40 000 теңге ақша түсті. Осылайша ол сол бөлімшеге барып полицейден осы ақшаның алуын сұранды. Ал полицейші болса, мен сізге ақшаны қарызға берген жоқпын. Ол сіздерге бір көмек болсын. Мен де кезі келген уақытында үйсіз осылай квартирант жүріп, талай қиналдым. Сіздерге берген көмегім болсын, деді. Құрметті көрермен, тек қана біз полицейлер қызметкерлерін ойлаған кезімізде оларды жаман тұлға ретінде байқаймыз. Ал олардың арасында осындай мәрт, ел жұртын қорғау үшін табына алатын, әрекет жасайтын әскерлер де бар. Соны ұмытпайық. Ал онда біз өз видеоролигімізді осымен аяқтаймыз.